Сәлем достар, менің аты жөнім Асем Әлмұхамбет, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге Англияда магистратураны тегін оқуға мүмкіндік беретін Chevening бағдарламасы туралы айтып беретін боламын. Және бұл бағдарламаның талаптарына көшпес бұрын мен сіздерге дәптерлеріңіз бен қаламсаптарыңызды дайындап қоюға кеңес беремін. Себебі мұнда өте ақпарат көп, сондықтан оның барлығын есте сақтау кейде мүмкін емес, сондықтан да маңызды ақпаратты түртіп алуға кеңес беремін. Егер сіз магистратура оқуда ойда болса, бірақ Британиядан бөлек ақшты да қарастырсаңыз, онда менің каналымда Fulbright бағдарламасы туралы видео шықты, соны да қарап шығуға кеңес беремін. Ол да Fulbright бағдарламасымен сіз ақшта 2 жыл тегін магистратура оқи аласыз. Ал егер сіз студент болатын болсаңыз, онда мен сіздерге студенттерге арналған ақшта 1 семестр тегін оқуға мүмкіндік беретін бағдарлама туралы да видео түсірдім. Соны да көріп, өзіңізге қажет болса тапсырып көруге кеңес беремін. Ал дайын болсаңыздар, онда Chevening бағдарламасының талаптарына назар аударайық. Ең алдымен сіз онлайн application толтырасыз. Онда барлық сұраққа шынайы жауап беруіңіз қажет. Онлайн application толтыру барысында сіз айына қанша сағат жұмыс істейсіз, аптасына қанша сағат жұмыс істейсіз, толық жұмыс күні істейсіз ба, жоқ жарты күн істейсіз ба, осының барлығын санмен есептеп көрсетіп бересіз. Жалпы есептегенде сізде 2800 сағат шығу қажет. Бұл не үшін керек дейтін болсаңыз, Chevening бағдарламасының басты талаптарының бірі сіздің 2 жыл жұмыс өтіліңіздің болуы. Сондықтан, егер сіздің 2 жыл жұмыс өтіліңіз болмаса, бұл бағдарламаға қатыса алмайсыз. Сәйкесінше онлайн application толтырмас бұрын осыған үлкен мән беруіңізге кеңес беремін. Ол міндетті түрде 2 жыл бір компанияда жұмыс істеу міндеттелмейді. Яғни сіз 15 жұмыс орнын жұмыс өтілі ретінде көрсете аласыз. Ол сіздің университетте оқып жүріп істеген жұмысыңыз болуы мүмкін, немесе ақылы ақысыз түрде бір жерден іс тәжірибеден өтсеңіз де, онда жұмыс орны ретінде көрсете аласыз. Сонымен қатар ерікті ретінде жұмыс істесеңіз де, оны да жұмыс орны ретінде көрсетуге рұқсат берілген. Келесі маңызды құжат бұл диплом мен транскрипт. Яғни онлайн application толтыру барысында осы құжаттарды жүктейсіз. Келесі маңызды құжат бұл өзіңіз туралы эссе. Мен осы видеода бұл Chevening бағдарламасы кімдерді іздейді, Chevening бағдарламасы ұсынған стипендия егер атану үшін қандай қасиеттер болу қажет, сол туралы мен жеке тоқталып өтетін боламын. Соны ескере отырып, эссе жазуға кеңес беремін. Үміткер ретінде тіркелмес бұрын Британия университеттеріне құжаттарыңызды жіберуіңіз қажет. Яғни, егер сіз дәл сол онлайн application толтыру барысында әлі де сізде Британия университетіне шақырту болмаса, яғни сіздің сол университетке қабылданғаныңыз туралы құжат болмаса, онда сіз оған бола көңіліңізді түсірмеңіз. Себебі 2021 жылдың 15 шілдесіне дейін сізде уақыт бар, яғни 15 шілдеге дейін сіз осы шақыртуды алып, осы Chevening бағдарламасының орталығына жібере аласыз. Яғни өзіңіз байқағандай Chevening бағдарламасының басты талаптарының бірі бұл Британия университетінен түскеніңіз туралы құжатты алу. Егер сіз Британия университетіне құжатты қалай тапсыру қажет, ол жерде қандай құжаттар талап етіледі, IELTS қанша болу қажет, және тағы да басқа осындай сауалдарыңыз болатын болса, онда міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіз. Мен келесі видеода Британия университетінде оқыған адамнан сұхбат алып, сіздің сұрағыңызға жауап алатын боламын. Chevening бағдарламасының талабы бойынша сіз 2 адамнан мінездеме хат алуыңыз қажет. Яғни, сіз онлайн application толтыру барысында тек сізге мінездеме беретін адамның аты жөнін, байланыс номерлары мен имейлін көрсетесіз. Ал мінездемені сізге тікелей мінездеме беретін адам Chevening бағдарламасына тікелей жіберетін болады. Және бұл мінездеме хат ағылшынша жазылу қажет. Ал егер бұл орыс немесе қазақ немесе басқа да тілде жазылатын болса, онда міндетті түрде нотариалды рәсімделген ағылшын тіліндегі аудармасы қоса жіберілуі қажет. Және де мінездеме хатта ескерілу қажет бірнеше критерийлар бар. Соған жеке-жеке тоқталып өтейік. Ең алдымен ол сізді жақсы білетін адам болуы керек екені әрине белгілі. Десек те
оның оған аса мән беруіңіз қажет. Себебі осы мінездеме хатты толтыру барысында онда сіздің аты жөніңіз, емейліңіз, мекен жайыңыз, байланыс нөміріңіз көрсетілуімен қатар ол сізбен қанша жыл сіз бір-бірлеріңізді білесіз, сол туралы жазылады. Және соңғы рет қашан байланысқаныңыз туралы ол ақпарат ол да мінездеме хатта көрсетілу қажет. Чивнинг бағдарламасының талабына сай мінездеме беретін адам ол сіздің профессионалдық қырыңызбен және оқу үлгеріміңізге мінездеме бере алатын адам болу керек. Яғни ол сіздің бірге жұмыс істейтін әріптесіңіз, яғни басшыңыз, немесе университетте сабақ берген профессор, мұғалім, ұстазыңыз болуы мүмкін. Ол сіздің туысқаныңыз, жақын досыңыз болмауы керек. Чивнинг бағдарламасының талабына сай мінездеме беретін адам сіздің интеллектуалдық деңгейіңізге сипаттама беру керек. Және де Британия университеттерінің талаптарына жауап бере ала ма, жоқ па, сол сұраққа жауап беру қажет. Және сіздің ұйымдастырушылық және көшбасшылық қасиетіңізге ерекше назар аудару қажет. Тағы да бір ескеретін маңызды жағдай, бұл сізге мінездеме беретін адамдардың құжатты уақытылы жіберу, ол сіздің тікелей жауапкершілігіңізде. Сондықтан да осыған үлкен мән беріңіз. Бұл бірінші тур. Егер бірінші турдан сәтті өтсеңіз, онда интервьюге шақырту аласыз. Интервью бұл Қазақстандағы Британия елшілігі орналасқан қалаларда өтеді. Яғни ол Алматы мен Астана қаласында өтеді. Және де ол 1 наурыздан 30 сәуір аралығында өтеді. Сондықтан да осы уақыт аралығында ештеңе жоспарламауға кеңес беремін. Сізге хат келгеннен кейін сіз өзіңіз 1 наурыздан 30 сәуір аралығындағы уақытқа өзіңіз интервью күнін белгілеуіңіз қажет. Және сіздің интервью күніңіз қабылданғаннан кейін сіз ол күнді ауыстыра алмайсыз. Яғни сіз Алматыда немесе Астанада болсаңыз, әрине Британия елшілігіне барып интервьюдан өте аласыз. Немесе қазіргі коронавирус пандемиясына байланысты скайп арқылы интервьюді өте аласыз. Интервью ағылшын тілінде өтеді. Және де оған міндетті түрде өзіңізбен бірге паспорт немесе жеке куәлігіңізді алып баруыңыз қажет. Және сөзімнің басында айтып өткендей, интервьюге шақырту алсаңыз, онда 2 мінездеме хаттың түпнұсқасында алуыңыз қажет болады. Сонымен қатар, егер тағы да басқа құжаттар керек болатын болса, онда сізге алдын ала хабарланады. Чивнинг бағдарламасының сайтында осы бағдарламаның стипендиаттары өзінің тәжірибесімен бөліседі және де интервьюге шақырту алған үміткерлерге өздерінің ақыл кеңестерін айтады. Тоқталып өтетін болсақ, бұл ең біріншіден өзіңізге сенімді болу және де барынша шынайы болуға тырысыңыз. Сұрақтардың барлығына шынайы жауап беріңіз. Қатты қобалжымауға кеңес береді. Себебі сіздің интервьюге шақырту алғаныңыз бұл үлкен қадам, сіздің ең мықты кандидаттардың бірі екеніңізді білдіреді. Интервьюге кірмес бұрын терең тыныс алып, су ішіп және де барынша қобалжымауға тырысып, өз-өзіңізге сенімділікпен кірген абзал. Интервью бұл соңғы этап. Интервьюдан өткеннен кейін тек сіздің міндетіңіз бұл күту. Яғни маусым айына дейін сіз күтуіңіз қажет. Чивнинг бағдарлама орталығы маусым айының басына дейін мазаламауды сұрайды. Яғни оған дейін нәтиже шығуы мүмкін емес екенін қатаң ескертеді. Бұл бағдарлама ұйымдастырушылық және көшбасшылық қасиеті жоғары адамдарды іздейді. Сондықтан да өзіңіз туралы эссе жазғанда да және сізге мінездеме хат жазылғанда да осыған үлкен мән беруіңізге кеңес беремін. Яғни бағдарлама талабына сай болу үшін осы ұйымдастырушылық және көшбасшылық қасиетіңізге айрықша назар аударып, оны ерекше сипаттау қажет. Сонымен қатар сіздің оқу үлгеріміңіз өте жақсы болу қажет. Яғни ол сіздің дипломыңыздағы транскриптпен баға көрсетіледі және де транскрипті бағадан бөлек сізге мінездеме берген адам сіздің материалды қалай қабылдайтыныңыз, сабақта қаншалықты белсендісіз, материалды қалай жан-жақты сіз зерттей аласыз, зерттеу қабілетіңіз қандай, анализ жасау қабілетіңіз қандай, осының барлығына ерекше мән берген дұрыс. Осы бағдарламаның стипендиаты атансаңыз, онда Чивнинг бағдарламасы сіздің университеттегі оқу ақыңызды төлейді. Ай сайын стипендия береді және де сіздің визаға шығыныңызды өтейді. Барып келу ұшақ билетіңізді сатып алады. Сонымен қатар сіз осы Чивнинг бағдарлама аясында ұйымдастырылған мерекелік іс-шараларға немесе жалпы іс-шараларға қатысуға қаржылай қолдау білдіріледі. Чивнинг бағдарламасының сайтына сілтеме менің видеомның астында тұр. Яғни сол арқылы кіріп, тағы да ақпаратпен таныса аласыз.
Ал мен сіздерге сәттілік тілеймін. Менің видеома жазылуды ұмытпаңыздар. Егер видео бұл сізге көп ақпарат алдым деп ойласаңыз, онда лайкпен мені қолдай кетіңіздер. Және де сұрақтарыңыз болса, осы Чаевник бағдарламасына немесе Британияға оқуға түсуге қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып өтіңіз. Оны келесі видеода міндетті түрде қамтитын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.